Алдар көсе туралы аңыздар. Алдар көсе мен қу жауырын. Алдар көсе бір күні келе жатып, қу жауырын тауып алады. Оны қойнына тығып алады. Bir байдың үйіне келіп қонады. Ет асып отырған әйеліне қарап, менің бір шеке етім бар еді. Соны қазандарыңызға салып, пісіріп алуға бола ма деп сұрайды. Әйел, мақұл, пісіріп ала ғой дейді. Алдар көсе тұрып, сүйектерің етімді жеп қоймаса деп сәл күмілжейді. Ойбай ау, етті ет жейді деген не сұмдық. Егерде етіңді жеп қойса, осы үйдің малы жетеді. Біздер бір тоқты төлейік дейді. Олай болса жарайды дейді де, алдар көсе жеңін көлегелеп тұрып, қазанға қу жауырынды салып жібереді. Біраздан соң барып, піскен шығар деп, алдар қазаннан қу жауырынды суырып алады. Алдар көсе әйелге қарап, міне, жаңа айтып едім ғой, жеп қояды деп. Міне қараңдар, жеп қойыпты. Ал енді беріңдер тоқтымды дейді. Байдың әйелі айтқан сөзінен таналмай, шарасыздан алдар көсеге бір тоқты беріп жібереді. Алдар көсе байдың әйелін алдағаным жетер деп, тоқтысын жетелеп тағы бір байдың ауылына келеді. Байға жолығып, бай еке, ассалаумағалейкум. Қалай аман есенсіздер ме? Бала шағаларыңыз аман ба деп сұрайды. Құдайға шүкір дейді бай, жуан қарнын тыр-тыр қасып тұрып. Алдар көсе, жол болсын. Бұл тоқтың не? Әлей болсын бай, тоқтының несін сұрайсыз? Кедей болған соң, көрген күнің осы да. Пәленше бай осы тоқтымда былтыр алып ет, сонан бүгін алып келе жатырмын. Айтпақшы, тоқтымды қойыңызға қосуға бола ма дейді байға қарап. Мақұл, қоса ғой дейді бай. Қойларыңыз тоқтымды жеп қоймаса деді алдар көсе күмілжіп. Алдар көсе, қойды қой жейді деген не сұмдық? Сандырақтамай жібер әрі тоқтыңды қойға қосып. Жесе, сол тоқтыңды жеген қойдың бәрін мен саған берейін дейді бай кейіп. Олай болса мақұл бай деп алдар көсе тоқтысын қойға қосып, өзі байдың үйіне келіп қонып жатады. Алдар көсе түнде бір ұйықтап тұрып, байға білдірместен қорадағы көп қойға барып, өзінің тоқтысын ұстап алып, сояды. Қанын әр семіз бойдақ қойлардың аузына жағады. Сөйтіп, сойған тоқтысының етін итке тастап, үйге қайтып кіріп, жатып қалады. Таң атып күн шыққан соң тұрып тамақшып болып, алдар көсе байды ертіп қойға барса, көзенің тоқтысы жоқ. Бай олай бұлай қараса, бір талай қойдың аузы қан-қан екен. Бай еке, мен сорлының айтқаным әр уақытта да келетін. Кешақ айтып едім ғой, қойларың тоқтымды жейді деп. Сонда осыны біліп айтып едім дейді. Құдай-ай, бұл не сұмдық деп бай таңырқап, аузы қан болған 10 қойын ұстап, қосақтап, алдар көсенің алдына салып береді. Алдар көсе көңілі тасып, кетіп бара жатып, қу жауырыным, бір тоқтым 10 бойдақ деп өлең айтып, ауылына қайтып, мұратына жеткен екен дейді.